Көп жастар құйрық майды жегісі келмейді. Бірақ мен айтқан пайдалы ақпараттан кейін сіздің құйрық майға деген көзқарасыңыз өзгереді. Құйрық майдың құрамында А, Е және де амин қышқылдары В тобының дәрумендеріне өте бай. Одан бөлек минералдардың көзі бар. Магний, селен, цинк сияқты өте маңызды минералдардың көзіне бай. Құйрық май біздің ағзамызда өттің айдалуына өте үлкен себеп болатын пайдалы май болып табылады. Соның себебінен өтіміз дұрыс аққан кезде бізге керекті холестериннің көзі түзіледі. Ал холестерин біздің гормондарымыздың анасы деп айтуға болады. Сондықтан гормондарымыз баланста болу үшін біз құйрық май жеуіміз керек. Біздің өтіміз дұрыс аққан кезде біздің организмімізде майда сіңетін дәрумендер жақсы сіңеді. Ал майда сіңетін дәрумендер жақсы сіңген кезде біздің теріміз увлажненный болады, біздің теріміз әдемі болады, біздің теріміз құрғамайды, Сондықтан құйрық майды өздеріңіздің рациондарыңызға енгізуге кеңес беремін.